Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі дәрісте біз сіздермен бірге шахмат ойындағы орын алмастыру жүрісімен танысамыз. Шахмат ойында орын алмастыру жүрісі ерекше жүріс болып табылады. Себебі бұл жүрісті екі фигура бір уақытта жасайды. Ол король фигурасы және ладья фигурасы. Шахмат ойында орын алмастыру екі мақсатты көздейді. Біріншісі бұл король фигурасын қауіпсіз жерге орналастыру. Екіншісі бұл орын алмастыру жүрісін жасайтын ладья фигурасын ортаңғы вертикаль сызығына тезірек шығару. Шахмат ойында орын алмастырудың екі түрі бар. Біріншісі бұл қысқа орын алмастыру, екіншісі бұл ұзын орын алмастыру. Қысқа орын алмастыруды король фигурасы өзіне жақын орналасқан ладья фигурасымен бірге жасайды. Ұзын орын алмастыруды король фигурасы өзіне алыс орналасқан ладья фигурасымен бірге жасайды. Шахмат ойында орын алмастыру жүрісі король фигурасының жүрісі болып табылады. Яғни, бұл жүрісті жасауды ең бірінші болып король фигурасы бастайды. Қысқа орын алмастыру жүрісін жасау кезінде король фигурасы өзіне жақын орналасқан ладья фигурасына екі тор жақындайды. Біреу, екеу. Енді ладья фигурасы король фигурасының арғы жағына өтіп кетеді. Ұзын орын алмастыру бізде тура солай жасалады. Король фигурасы өзіне алыс орналасқан ладья фигурасына екі тор жақындайды. Біреу, екеу. Енді ладья фигурасы король фигурасының арғы жағына өтіп кетеді. Шахмат ойында орын алмастыру жүрісінің жасалу шарттары осындай. Біріншісі, король және ладья фигуралар арасында ешқандай фигура болмауы керек. Екіншісі, король және ладья фигурасы орын алмастыру жүрісін жасаудың алдында ешқандай жүріс жасамау керек. Үшіншісі, король фигурасы орын алмастыру жасау кезінде шахтың астында тұрмау керек. Төртіншісі, король фигурасы орын алмастыру жүрісін жасау кезінде король фигурасы жүретін торларға қарсылас фигура шабуыл жасамау керек. Бұл позицияда E1 торында орналасқан ақ түсті король фигурасы мен A1 торында орналасқан ладья фигурасы ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алмайды, себебі бұл екі фигура арасында піл фигурасы тұр. Бұл позицияда ақ түсті король фигурасы қысқа орын алмастыру жүрісін жасай алады, себебі ақ түсті король фигурасы мен оған жақын орналасқан ладья фигурасы арасында ешқандай фигура тұрған жоқ. Енді сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл позицияда E8 торында орналасқан қара түсті король фигурасы орын алмастырудың қандай түрін жасай алады? Бұл сұрақтың жауабы ұзын орын алмастыру. Яғни, E8 торында орналасқан қара түсті король фигурасы өзіне алыс орналасқан ладья фигурасы мен ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алады. Бұл позицияда көріп отырғанымыздай, E8 торында орналасқан қара түсті король фигурасы қысқа орын алмастыру жүрісін жасай алмайды, себебі қара түсті король фигурасы мен оған жақын орналасқан ладья фигурасы арасында ат фигурасы тұр. Енді біз осындай позицияны елестетейік. Бұл жерде ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі E1 торында орналасқан ақ түсті король фигурасы E2 торына жүреді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі E8 торында орналасқан қара түсті король фигурасы E7 торына жүреді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі E2 торында орналасқан ақ түсті король фигурасы E1 торына жүреді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі E7 торында орналасқан қара түсті король фигурасы E8 торына жүреді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі, бұл жерде ақ түсті фигуралар E1 торында орналасқан ақ түсті король фигурасы мен орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Себебі ақ түсті король фигурасы ойын барысында жүріс жасап қойды. Король фигурасы өзінің алғашқы жүрісі кезінде ғана орын алмастыру жүрісін жасай алады. Енді біз сіздермен бірге осындай позицияны елестетейік. Бұл жерде ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі A1 торында орналасқан ақ түсті ладья фигурасы D1 торына жүреді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі H8 торында орналасқан қара түсті ладья фигурасы F8 торына жүреді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі D1 торында орналасқан ақ түсті ладья фигурасы A1 торына жүреді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі F8 торында орналасқан қара түсті ладья фигурасы H8 торына жүреді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі, бұл жерде ақ түсті фигуралар ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алмайды.
Яғни, E1 торында орналасқан король фигурасы өзіне алыс орналасқан ладья фигурасымен ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Себебі, A1 торында орналасқан ладья фигурасы ойын барысында жүріс жасап қойды. Ақ түсті фигуралар бұл жерде қысқа орын алмастыру жүрісін жасай алады. Яғни, E1 торында орналасқан король фигурасы өзіне жақын орналасқан ладья фигурасымен қысқа орын алмастыру жүрісін жасай алады. Себебі, E1 торында орналасқан король фигурасы мен H1 торында орналасқан ладья фигурасы ойын барысында жүріс жасаған жоқ. Енді, қара түсті фигуралардың жүріс кезегі. Бұл жерде қара түсті фигуралар қысқа орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Яғни, E8 торында орналасқан король фигурасы өзіне жақын орналасқан ладья фигурасымен қысқа орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Себебі, H8 торында орналасқан қара түсті ладья фигурасы ойын барысында жүріс жасап қойды. Бұл жерде қара түсті фигуралар ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алады. Яғни, E8 торында орналасқан қара түсті король фигурасы өзіне алыс орналасқан ладья фигурасымен ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алады. Себебі, E8 торында орналасқан король фигурасы мен A8 торында орналасқан ладья фигурасы ойын барысында жүріс жасаған жоқ. Енді, біз сіздермен бірге осындай позицияны елестетейік. D8 торында орналасқан қара түсті ферзь фигурасы E7 торына жүріп, ақ түсті король фигурасына шах қояды. Енді, ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Бұл жерде ақ түсті фигуралар қысқа орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Себебі, шахмат ойыны ережесі бойынша король фигурасына қарсылас фигура шах қойған жағдайда король фигурасы орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Бұл позицияда ақ түсті король фигурасы шахтан қорғанғаннан кейін ғана орын алмастыру жүрісін жасай алады. Бұл жерде ақ түсті король фигурасы екі жолдың біреуін ғана қолданып шахтан қорғана алады. Біріншісі, бұл A3 торында орналасқан піл фигурасы мен шах қойып отырған ферзь фигурасын жеп қою арқылы. Екіншісі, бұл ақ түсті король фигурасы мен қауіпсіз торға өтіп кету арқылы. Бұл жерде қауіпсіз 3 тор бар. Бұл D2 торы, D1 торы және F1 торы. Егер де ақ түсті король фигурасы шахтан қауіпсіз торға өтіп кету арқылы қорғанса, онда ақ түсті король фигурасы өзінің келесі жүрісінде орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Шахмат ойыны ережесі бойынша король фигурасы ойын барысында жүріс жасап қойса, онда король фигурасы орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Демек, бұл жерде ақ түсті фигуралар өздерінің келесі жүрісінде орын алмастыру жүрісін жасай алу үшін, олар шахтан бірінші жолды қолданып қорғану керек. Яғни, A3 торында орналасқан піл фигурасы мен шах қойып отырған ферзь фигурасын жеп қою арқылы. Енді, қара түсті фигуралардың жүріс кезегі. E8 торында орналасқан король фигурасы E7 торында орналасқан піл фигурасын жеп қойды деп елестетейік. Енді, ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Бұл жерде ақ түсті фигуралар қысқа орын алмастыру жүрісін жасай алады. Енді, біз сіздермен бірге осындай позицияны елестетейік. Бұл жерде қара түсті фигуралардың жүріс кезегі. F6 торында орналасқан піл фигурасы G5 торына жүреді. Енді, ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Бұл жерде ақ түсті фигуралар ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Яғни, король фигурасы өзіне алыс орналасқан ладья фигурасымен бірге ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Шахмат ойыны ережесі бойынша король фигурасы орын алмастыру жүрісін жасау кезінде король фигурасы жүретін торларға қарсылас фигура шабуыл жасаған кезде король фигурасы орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Бұл жерде көріп отырғанымыздай E1 торында орналасқан король фигурасы орын алмастыру жүрісін жасау кезінде жүретін торға қарсылас піл фигурасы шабуыл жасап тұр. Шахмат ойыны ережесі бойынша король фигурасы қарсылас фигура шабуыл жасап жатқан торға жүре алмайды. Бұл позицияда ақ түсті фигуралар қысқа орын алмастыру жүрісін жасай алады. Енді, біз сіздермен бірге осындай позицияны елестетейік. Бұл жерде қара түсті фигуралардың жүріс кезегі. Қара түсті фигуралар ұзын орын алмастыру жүрісін жасайды. Енді, ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Бұл жерде ақ түсті фигуралар ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алмайды.
Себебі E1 торында орналасқан ақ түсті король фигурасы ұзын орын алмастыру жүрісін жасау кезінде жүретін торға қарсылас ладья фигурасы шабуыл жасап тұр. Ақ түсті фигуралар бұл жерде қысқа орын алмастыру жүрісін жасай алады. Енді біз сіздермен бірге осындай позицияны елестетейік. Бұл жерде қара түсті фигуралардың жүріс кезегі E4 торында орналасқан ат фигурасы G3 торына жүреді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі бұл жерде ақ түсті фигуралар қысқа орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Себебі E1 торында орналасқан ақ түсті король фигурасы қысқа орын алмастыру жүрісін жасау кезінде жүретін торға қарсылас ат фигурасы шабуыл жасап тұр. Егер де ақ түсті фигуралар өздерінің келесі жүрісінде қысқа орын алмастыру жүрісін жасағысы келсе, онда олар G3 торында орналасқан қарсылас ат фигурасынан құтылу керек. Ақ түсті фигуралар G3 торында орналасқан қарсылас ат фигурасынан бір жолды қолдану арқылы құтыла алады. Ол қарсылас ат фигурасын жеп қою арқылы. Ақ түсті фигуралар қарсылас ат фигурасын F2 торында орналасқан сарбаз фигурасымен жеп қоя алады, немесе H2 торында орналасқан сарбаз фигурасымен жеп қоя алады. Бұл жерде ақ түсті фигуралар H2 торында орналасқан сарбаз фигурасымен ат фигурасын жеп қойды деп елестетейік. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі қара түсті фигуралар A7 торында орналасқан сарбаз фигурасымен A6 торына жүрді деп елестетейік. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі ақ түсті фигуралар бұл жерде қалауы бойынша қысқа орын алмастыру жүрісін жасай алады. Енді біз сіздермен бірге осындай позицияны елестетейік. Бұл жерде ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі C1 торында орналасқан піл фигурасы F4 торына жүреді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі бұл жерде шахмат ойынын жаңадан үйреніп келе жатқан ойыншылар ойлап қалуы мүмкін. F4 торында орналасқан піл фигурасы B8 торына шабуыл жасап тұр. Демек, қара түсті фигуралар ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алмайды деп. Алайда бұл қате ой. Бұл позицияда қара түсті фигуралар ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алады. Себебі E8 торында орналасқан қара түсті король фигурасы ұзын орын алмастыру жүрісін жасау кезінде жүретін торларға қарсылас фигура шабуыл жасап тұрған жоқ. Егер де бұл позицияда мына қызыл түспен белгіленген екі торға қарсылас фигура шабуыл жасаған кезде ғана қара түсті король фигурасы ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алмаушы еді. Мысалы, біз елестетейік, мына екі қызыл тордың біреуіне қарсылас фигура шабуыл жасап тұр деп. C3 торына біз ақ түсті ладья фигурасын қойдық. Енді бұл жерде қара түсті фигуралар ұзын орын алмастыру жүрісін жасай алмайды. Себебі E8 торында орналасқан король фигурасы ұзын орын алмастыру жүрісін жасау кезінде жүретін торға қарсылас ладья фигурасы шабуыл жасап тұр. Орын алмастыру жүрісін жасау кезінде жасалатын қателіктер. Бірінші қателік бұл орын алмастыру жүрісін ладья фигурасынан бастап жасау. Шахмат ойынын жаңадан үйреніп келе жатқан ойыншылар орын алмастыру жүрісін ладья фигурасынан бастап жасауы мүмкін. Осылай. Орын алмастыру жүрісін солай жасау шахмат ойында қате болып саналады. Себебі шахмат ойыны ережесі бойынша орын алмастыру жүрісі король фигурасынан бастап жасалады. Яғни біз орын алмастыру жүрісін жасау кезінде ең бірінші король фигурасымен жүреміз. Король фигурасымен біз ладья фигурасына екі тор жақындаймыз. Одан кейін біз ладья фигурасымен жүреміз. Ладья фигурасын біз король фигурасының арғы жағына орналастырамыз. Егер де сіздер орын алмастыру жүрісін жасау кезінде ең бірінші ладья фигурасымен бастап жүрсеңіз, онда сіздің қарсыласыңыз төрешіні шақырып, сізге мүмкін емес жүрісті есептеткізеді. Төреші сізге мүмкін емес жүрісті есептеген соң, жүріс жасалған ладья фигурасымен басқа жүріс жасауды сұрайды. Сол себепті орын алмастыру жүрісі король фигурасынан бастап жасалатынын есте сақтаңыз. Орын алмастыру жүрісін жасау кезінде жасалатын екінші қателік мынандай. Біз сіздермен бірге осындай жағдайды елестетейік. Бұл позицияда қара түсті фигуралардың жүріс кезегі F8 торында орналасқан піл фигурасы B4 торына жүріп, қарсылас король фигурасына шах қояды. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі ақ түсті фигуралар сарбаз фигурасымен жүріп, шахтан қорғанады. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі
қара түсті фигуралар А7 торында орналасқан сарбаз фигурасы мен А6 торына жүрді деп елестетейік. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі, ақ түсті фигуралар бұл жерде орын алмастыру жүрісін жасай алады. Шахмат ойынын жаңадан үйреніп келе жатқан кейбір ойыншылар ойлауы мүмкін, егер де мен қарсылас король фигурасына шах қойсам, онда ол шахтан қорғанғаннан кейін өзінің келесі жүрісінде орын алмастыру жүрісін жасай алмайды деп. Бұл қате ой, нақты бұл позицияда ақ түсті фигуралар орын алмастыру жүрісін жасай алады. Бүгін біз сіздермен бірге шахмат ойындағы орын алмастыру жүрісімен таныстық. Бұл дәріс сіздерге пайдалы болса, бейнеге лайк басып, пікір жазып кетіңіздер.